Ерте заманда бір патша өмір сүріпті. Патшаның қисапсыз байлығы болса да, үнемі қабағының астынан бір мұң бары байқалып тұрады екен. Сөйтсе, әлгі патшаның перзенті болмапты. Патша қапаланып, қайғырып жүргенінде бір күні жары жыланның тіліне жерік екенін айтыпты. Осы сөзді қаншама рет Құдайдан жалынып сұраса да, ести алмаған ол жүрегі жарыла қуанып, жар салыпты. Егер кім менің жарлығыма құлақ асып, жарымның жерік асы жыланның тілін әкеліп берсе, соған жалғыз қарындасымды қосып, өзіме күйеу бала етемін. Бірі ескертетін жайт, ол Сахарадағы жыландар ордасының патшасы атақты Афита Абжыланның тілі болуы тиіс депті. Үмітсіз шайтан демекші, байлықпен аса сұлу патша қарындасын алуға қызыққандар Сахараға жол тартыпты. Олардың ішінде сол шаһарда тұратын бір саудагердің Азу есімді баласы да бар екен. Азу о баста өмірге келгенде жылан терісін жамыла туыпты. Өз терісінің пайдасын көрмекке әрі сынамаққа үміттеніп, ол да жыландар ордасына аттаныпты. Азу жолда келе жатып, әр жерде шашылған адам сүйектеріне көзі сүріне береді. Бұларда мен сияқты үміткерлер шығар деп, топшылаған ол өзі тек терісінің арқасында ғана аман келе жатқанын түсінеді. Ақырында көп қиындық көріп Сахараға жетеді. Ордаға келген соң ол жыландармен тез араласып кетеді. Бірде жыландар патшасы тағамды өте жақсы даярлай алатын аспазшы керек екенін мәлімдейді. Сынға түскендердің арасынан Азу озып шығады. Ол қолынан келген өнердің барлығын жұмсаған екен. Сөйтіп, аз уақыт ішінде Азу Афита Абжыланның жақсы көрер жақынына айналады. Әңгімеге тарта жүріп, жыландар патшасының жаны қолындағы сақинада екенінде біліп алады. Оны Афита масаңдау кезінде айтып қояды. Бір күні Азу тәтті тағам жасап, оған ұйықтататын дәрі қосады да Афита Абжыланға жеткізеді. Ол қатты ұйқыға кеткен кезде сақинасын алып қақ бөледі. Содан соң тілін кесіп алып, түн қараңғылығымен тайып отырады. Бұл оқиғаны таң атқан соң бірақ білген жыландар оны әрі іздеп, бері іздеп таба алмай қала береді. Азудың оңай құтылуының себебі Сахарадан шыққан соң ол адам қалпына қайта ауысып алады. Еліне аман есен оралған Азу патшаға жыланның тілін әкеп беріп, оның қарындасына үйленеді. Ал жерік асын жеген патша жары көңілі судай тасып, айы күні жетіп ұлы болады. Ұлан асыр той жасалады. Той десе, қубас домалайды демекші, бұл тойға баяға Азуды іздеп жүрген жылан да келіпті. Ол Азуды иісінен танып қалып, санын бірақ соғыпты. Ішіне кек түйіп, өз ордасына қайтыпты. Келген соң бұл жаңалықты басқаларға айтып беріпті. Мұны есткен жыландар ашуланып, адамзаттың кек алмаққа бекінеді. Улы тілі арқылы адам баласына зиян келтіріп, ұрпағын кеселге душар етпек болады. Афита Абжыланның жары Флита Абжылан қатты ызаланып, оны өлтірмекке өзі аттанатынын мәлімдейді. Афита Абжылан дүние салған кезде ол қасында бола алмапты, алысқа қонаққа кеткен екен. Араға біраз уақыт салып Флита Абжылан патшалыққа келеді. Азуды іздеп жүріп, бір үйдің түндігінен сығалап қараса, бесіктегі жас баланы көреді. Бұл жаңа туған нәресте патшаның мұрагері еді. Ол бар ашуын осы баладан алмаққа бекінеді. Үйде жан жоқ кезді пайдаланып, түндіктен түседі. Баланың қасына енді жақындай бергенде есіктен бір әйел кіріп келеді. Жылан сасқалақтап қалады.
Ал патша жарының абыржығаны сонша тілі күрмеліп, «О, Құдайым, жалғыз сәбиімді ажалға қалай қиямын? Оны босанарда жыланның тіліне жерік болып едім. Енді ажалы да сол жыланның тілінен болмақ па? Жоқ, құтқара көр» деп жалбарыныпты. Сол сәтте қайдан есіне түскені белгісіз ошақта тұрған сүтке қарай ұмтылады. Қазандағы сүтті жыланға көрсетіп тұрып, «О, абжылан, менің жалғызыма қиянат жасама. Жүрегім сезеді, сен кек алмақшысың. Баламды саған бермеймін. Болмаса мені шақ. Мен де анамын, ана сүтінен жаралғанмын. Балам да, басқа жануарлар да ана сүтінен жаралған. Сен де біз сияқты ана сүтінен нәр алғансың. Тіршілік иесінің нәрі сүт, ол қасиетті де қастерлі. Оны Алла тағалам сыйға тартқан. Ақты жерге төкпе деуі сондықтан. Ал мен сол сүтті сенің басыңа төгемін. Тек балам үшін, тек жалғызымның өмірі үшін ғана салттан аттаймын. О, абжылан, опасыз, сенің уың осы сүт арқылы құдіретінен айырылсын. О, жаратушым, тілегімді қабыл ет, деп еңіреп тұрып сүтті жыланға шашып жібереді. Сол сәтте шынында да жылан бар құдіретінен айырылады. Сүттің қасиетті күші оның уы мен айбатын сиқырлап тастайды. Жылан есеңгіреп тұрып есіктен шығып кетеді. Міне, осыдан бастап барлық жылан атаулы сүтті көрсе, айбатынан айырылады екен. Олар үйге кіргенде басынан ақ құйса сытылып шығып кетеді. Оларға бұл сонау заманғы өз аналарынан дарса керек.